Шерзаттың соты не болып жатыр айдарын жалғастырамыз. Куә ретінде танылған екі қыздан, Шерзаттың достарынан шақыру бойынша келген полиция қызметкерлері мен өзге куәлерден жауап алынып, марқұм Нұрғанат Ғайыпбаевтың жауап алу кезінде айтқандары оқылды. Осы жолғы отырысқа Шерзаттың ата-анасы келмеді. Куәлердің жауабының ішінде екі қыздың бірі Эльмира Нұрбекованың жауабы судья мен мемлекеттік айыпталушының назарын аудартты. Өйткені оның сотқа дейінгі тергеу барысында және сот отырысында берген жауабы бір-біріне сәйкес келмейді. Нұрбекова тергеу кезінде сотталушылардың бірінің қолында пышақ болғанын, онымен Шерзаттың арқасынан ұрғанын өз көзімен көргенін айтса, сот кезінде куәлігін өзгертіп пышақты көрмедім деді. Бұған назар аударған прокурор судьядан Нұрбекованың жауабына сын көзбен қарауды сұрады. Ал марқұм Ғайыпбаев куә ретінде танылған екі қызды қылмысқа қатысы бар адам ретінде сипаттаған. Ол бір қыз дүкен есігін аяғымен тіреп, ағасы Қаржаубайды шығармай тұрды десе, екіншісі көліктен пышақ алып берді деп жауап берген. Екінші күнгі сот отырысынан кейін жәбірленушілердің мүддесін қорғап жүрген адвокат көлігінің дөңгелегіндегі екі болт бұралғаны белгілі болды. Қорғаушылар мұның қастандық екенін де, кездейсоқтық екенін де білмейді.